Ең үздік рефлексиялармен сіздермен бөліскелі отырмын. Менің бір сабағымдағы өткен рефлексияммен таныс болыңыздар. Жалпы рефлексия және кері байланыс мен 4-ші сыныпқа жаратылыстану пәнінен өттім. Соны қысқаша сіздерге түсіндірмекпін. Жалпы рефлексия латын тілінен аударғанда артқа қарау деген білдіреді екен. Яғни шетелдік сөздерде де адам өзінің ішкі жағдайына үңілу. Яғни сіз бір нәрсені істейсіз, жұмысты істейсіз, жұмыс істегеннен кейін сіз қарайсыз, нәтижем қандай болды, қай жерден қате кеттім, нені істей алдым, нені істей алмадым деп өзіңізге есеп бересіз іштей. Ал енді мұғалім мен оқушының арасында рефлексия қандай? Міне соны мен қысқаша сабағымда осылай көрсетуге тырыстым. Егер сізге осы видео ұнап жатса, аяғына дейін көріңіз, лайк басып, маған жазыла кетіңіз, қазақша контенттерді қолдаңыз, бір-бірімізді қолдайық, және өз пікіріңізді жаза кетсеңіз. Сіз сабағыңызда қандай рефлексиялар пайдаланып жүрсіз? Өзіңіздің тәжірибеңізбен де бөліссеңіз, құба-құп қуанып қалар едім. Жалпы заманауи педагогикада рефлексия оқушының өз жетістіктеріне талдау жасау. Яғни сол сабақтың үстінде оқушы қандай нәрсеге қолы жетті, нені жасай алды, нені жасай алмады, түсінді немесе түсіне алмады, өз оймен бөлісті немесе бөлісе алмады деп осылай мен жіктеп қойдым. Жоғары сынып болса, яғни бұл жерде көп нәрсені айтуға болады. Бастауыш сынып болғандықтан сол баланың деңгейіне, жас ерекшелігіне қарап жасаймыз әрине. Ал енді кеттік, рефлексия ауызша рефлексияның түрінде мен осылай алдым. Бұл жерде жаратылыстану пәні болғандықтан осындай рефлексияға суреттер қойып қойдым, слайд. Сіздер бұны негізі шығарып алсаңыздар да болады, бастауыштарға өте қызық болады. Шығарып алып, мысалына бірінші зерттеу құтысының ішінде қызыл, сары, көк дөңгелектер тұр. Осы дөңгелектерді қиып алып, ыдыстың ішіне таратып беріп, кейін ыдыстың ішіне салдыртсаңыздар өте қызық болады. Алдағы уақытта оны да істеймін деп жоспарлап қойдым. Енді бұл жерде ауызша рефлексияны мен қалай істедім? Жаратылыстану сабағында ауаның ластануы. Менің жаңа сабағым, өткен сабағым ауаның қасиеті. Бұл сабақта рефлексияны сабақтан кейін, бүгінгі сабақта табиғатқа деген сенің көзқарасың өзгерді ме? Яғни осы сабақ сенің табиғатқа деген қандай көзқарасыңды өзгерте алды деп толықтырып осылай сұрақ қою арқылы оқушыларды сөйлете бастадым. Жалпы сабақтың өн бойында бала түсінді ма, балаға қалай әсер етті деп жаңағыдегі оқушыларды сөйлетуге тарттым. Сонымен бірге бала бұл жерде сөйлеп үйренеді, өз пікірін айтуға үйренеді. Тек қана рефлексияның бір пайдасы осы, ауызша рефлексияның пайдасы. Және сонымен бірге бүгінгі сабақта алған біліміңді өмірде қандай пайдасы болады? Алдағы уақытта қандай пайдасы болды? Осы сабақта айтылып жатқан қаншама мәліметтер болды, соның сенің өмірде пайдасы бар ма? Сен қалай оны пайдаланар едің? Деген сияқты сұрақтармен толықтыра отырып, ауызша рефлексия жүргіздім. Және сіз өзіңіз осыны 2-3 сұраққа ары қарап толықтырсаңыз болады. Уақытыңыз әрине жетіп жатса, уақыт тығыздығына байланысты мен осылай ғана 2 сұрақпен ғана шектеліп қалдым. Енді келесі рефлексия жазбаша рефлексия. Бұны жазбаша рефлексия деймін және кері байланыс деймін. Уақыт үнемдеу мақсатында екеуін екі қоянды бір оқпен аттым деймін. Қазақтар сол сияқты қылдым сабақ үстінде. Яғни сабақ ұнады, яғни ұнаса сендер жәндегі жасыл түсті талға барып жабыстырыңдар жапырақтарды деп түрлі-түрлісін істейміз ғой. Мен бұл жерде 3 топқа бөлдім, әлеуметтік желілерді пайдаландым. Сондықтан мен солардың белгілерін пайдаландым. Әрі рефлексия, әрі кері байланыс ретінде. Егер сабақ ұнап жатса, оқушылар бұны қызылмен бояды. Егер ұнамаса, онда боямаңдар деп ескерт
алдын ала айтамыз және пікір жазамыз, комментария жазамыз. Сол сияқты сол жерде пікір жазамыз, яғни мұғалімге тілек жазуға болады. Және сабақ өз пікіріңіз жаз, және сабақтан алған қандай және өзіңіздің ойыңыз бар, немесе бізге қосатын бір ұсынысыңыз бар десек те болады. Барлық оқушылардан айтып сұрап үлгере алмаймыз ғой, сондықтан да бұл жерде ұсыныс деп алсаңыз да болады. Осы сабаққа сіздің қандай ұсынысыңыз бар? Сіз қандай ұсыныс айтар едіңіз? Осы сабақтағы тақырыпқа деп қалуға да болады. Именно ауаның қасиеті деп алдық қой, ауаның кешіріңіздер, ауаның маңызы, ауа қалай ластанады дегенге сабақты өттік қой өн бойында. Сол кезде оқушылар өзінің пікірін айтып жатыр, ұсыныстарын айтып жатыр. Үлгермей қалған оқушыларымыз да болуы мүмкін да бұл жерде. Айтып маған жеткізе алмай, немесе ойын айта алмай отқан оқушылар болады. Міне соған өте тамаша екен осы жерде жаз. Бірнеше балаларымыз өздерінің ойымен, пікірмен бөлісті және мұғалімге сол сабақ бойынша өздерінің жәндегі жақсы тілектерінде айтып өткен оқушыларымыз болды. Міне екеуін бір осы неде комментарий бөліміне кірістіріп жібердім. Және сабақтың өн бойында бала өз ойын бөлісіп өтті. Кейбір балдар үй тапсырмасын айтуы мүмкін, кейбіреулер мысалы үлгермейді, айтып мен сұрап үлгермеймін. Бірақ ол өз сұрақтарға жауап беріп өтті. Ол бал алмауы мүмкін, бірақ сұраққа жауап береді. Белгілі бір бал алған жоқ, бірақ сұрақтарға жауап беріп, өз ойын білдіріп отыр. Бұл жердегі сабақтар тәжірибе болды, жәндегі видеороликтер болды. Сол кезде өзінің ойымен бөлісіп отқан оқушыларымыз бар. Міне сол оқушылар осы жерге өз ойын бөлісе алған болса, қосу белгісін қойып кетіңдер деп ескерттім. Жазбаша рефлексияны және осы жерге мен кері байланысты да кіріктіріп жібердім. Жалпы сабақта мен 3 топқа бөлдім деп айттым. Әлеуметтік желі, Instagram, Facebook, TikTok, соларға байланысты осы белгілерді сол үшін алған едім. Топқа осылай бөлгендіктен осы белгілерді пайдаландым. Енді келесі бір рефлексиям өте жақсы, әсіресе бастауыш сыныптарға да, жоғары сыныптарға да үй тапсырмасын орындатуға сіз жетелейді екенсіз, қызықтырады екенсіз. Соның ішіндегі бір ғана түрін алдым, жазбаша рефлексия түрін. Жазбаша рефлексия түрі портфолио деп аталады. Бұл портфолиода бала не істейді? Ол жерде альбом істеу мүмкін, сабаққа байланысты, немесе видеоролик жасайды, аудиозапись жасайды, мәліметтер жинайды. Оған бірнеше уақыт керек, үйге барып істеуге, бір күн, 2 күн, мысалы уақыт бересіз. Сол уақыт аралығында сізге осындай жазбаша рефлексия түрін ұсына алады. Сондай ұсынған оқушымның, жазбаша рефлексияны ұсынған оқушымды қалай істеген баға беріп кетсеңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Мен сіздерден кері байланыс күтемін, және сіз қандай рефлексия жасап жүрсіз классыңызға бөлісе кетсеңіз, тіпті керемет болар еді. Сәлем достар, мен Одалбек Ажан сынып оқушысы. Бүгін мен ауаға байланысты тәжірибе жасаймын. Ауа мөлдір, дәмсіз, және де формуласы жоқ болып келеді. Ауа бізді барлық жерде қоршапты. Соған байланысты мен тәжірибе жүргіземін. Тәжірибемді жүргізу үшін кесек, шыны ыдыс, губка, ыдыс және су қажет болады. Бірінші тәжірибемді жасау үшін суды ыдысқа құямыз. Және де губканы осының ішіне саламыз. Мінеки пышылдап жатыр, демек оның ішінде ауа бар деген сөз. Екінші тәжірибемді жүргізейік. Бірінші суды шыны ыдыстың ішіне саламыз, құямыз. Және де шыны ыдыстың ішіне
кесекті саламыз. Мінекей достар, көпіршік шығып жатыр. Демек, әр заттың ішінде ауа бар деген сөз. Ол менің тәжірибемді үйде өздеріңіз қайталап көрсеңіздер болады. Осылай менің тәжірибем аяқталды. Сау болыңыздар.